Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ, сондай дәмді қаракөз печеньесін жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм маргарин, 450 грамм ұн, 300 грамм курага, 100 мл айран және 80 грамм қант қажет. Бір ыдысқа маргаринімізді саламыз. Менде маргарин 82%. Оның үстіне қантымызды қосамыз да жақсылап қолымызбен араластырып еземіз. Маргариніміз біздің бөлме температурасында тұруы қажет. Егерде холодильниктен шыққан маргарин болса, онда үккіштен өткізіп жесеңіздер болады. Ұнымызды саламыз да осылай жақсылап крошка пайда болғанша екі қолымызбен елейміз. Оның үстіне айранымызды қосамыз да жақсылап жұмсақ қамыр пайда болғанша елейміз. Мінекей бізде сондай жұмсақ қамырымыз дайын болды. Осыны 30 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Ал біз ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Курагамызды жақсылап жуып, ет тартқыштан тартып дайындап аламыз. Менде мынау дайын курага. Оның үстіне осылай қантымызды саламыз. Қантымызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Менің курагам қою болғандықтан біраз су құямын үстіне. Бізде сондай қоймалжың болу керек курагамыз. Жақсылап араластырамыз. Егерде сіздерде курагаларыңыз қою болып, қасықпен араластырғанда араласпай солай болса, онда тағы да біраз су құйып жіберсеңіздер болады. Мінекей біздің начинкамыз дайын, осындай болуы керек. Холодильниктен қамырымызды аламыз да жақсылап бірнеше бөлікке бөлеміз. Мінекей осылай дайындап аламыз да бірнеше бөлікке бөліп, одан кейін оны домалақтаймыз. Міне осылай домалақтап аламыз, өзімізге жаюға ыңғайлы болу үшін. Мінекей осылай пышақпен кесіп дайындасаңыздар да болады, немесе осылай қолмен үзіп дайындасаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасауға болады. Осылай домалақтап аламыз. Бұл печеньенің қазір мен сіздерге екі түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Пергамент қағазымызды осылай противеньге төсеп аламыз. Одан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды қатты жұқа қылмаймыз. Осылай ортасына начинкамызды саламыз да, екі саусағымызбен осылай қысып отырып, гүл жасап әдемілейміз. Мінекей бізде осындай әдемі печеньелар шығады. Келесі қамырымызды да тура солай жақсылап жайып аламыз, қатты жұқартпаймыз. Тура ортасына начинкасын саламыз да, екі саусағымызбен қысып отырып, осылай қатты басып отырып жасаймыз. Сонда бізде әдемі гүл шығады. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын. Енді осыны духовкамызға 180-200 градуста пісіреміз. Енді мен сіздерге келесі екінші түрін көрсететін боламын. Тура осылай қамырымызды жайып аламыз да, ортасына начинкамыз салып, шет-шеттерін басамыз да, қолымызбен әдемілеп осылай өреміз. Мінекей біздің печеньеміздің екінші түрі тура осындай болып шығады. Келесі қамырымызды да тағы солай жайып аламыз да, ортасына начинкамызды салып, шет-шетін қаттырақ басамыз да, осылай өреміз. Бір қарағанда көзге қиын сияқты болып көрінеді, бірақ та еш қиындығы жоқ, тез үйреніп алуға болады. Мінекей осылай жайып, 4-5 мм қып қалыңдығын жасасаңыздар болады. Шет-шетін басып, осылай өреміз. Мінекей біздің печеньеларымыздың екінші түрі де дайын. Осындай болып шығады. Міне қызарғанша әдемілеп пісіреміз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын. Өте жұмсақ, нәзік, иісі деген керемет болып шығады. Бұл печеньелар барлық дастарханның көркін ашады. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі, сондай дәмді болып шығады. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Әлі де талай рецепттер күтіңіздер.